Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бүгін 4-ші сыныптың 24-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы 10, 100, мың сандарына қалдықпен бөлу. Бірінші есеп. Санды 10, 100 және мыңға қалай бөлуге болатынын есіңе түсір. Берілген өрнектерді қандай екі топқа бөлуге болады? Қалдықсыз бөлінетін және қалдықпен бөлінетін деп екі топқа бөлуге болады. Енді бірінші қалдықсыз бөлінетін өрнектерді қарайық. Жалпы 10-ға, 100-ге, 1000-ға бөлінетін сандардың соңғы цифры, мысалы 10-ға бөлінуі үшін 0-мен аяқталуы керек. Ал 100-ге бөлінуі үшін 2 0-мен аяқталуы керек. 1000-ға бөлінуі үшін 3 0-мен аяқталуы керек. Олай болса, қалдықсыз бөлуге болатын топқа 21520-ны 10-ға бөлу деген өрнекті аламыз. Себебі оның соңында 1 0-мен аяқталып тұр және біз оны 10-ға бөліп жатырмыз. Онда 1 0 бар. Оны 21520-ның 1 0-мен қысқартамыз. Міне, тура келіп қысқарды. Олай болса, 2152 болады. Яғни бұл қалдықсыз бөлінді. Енді қараңыздар, 1000-ға бөлген кезде бөлетін санымыз ол да сол 1000 сияқты 3 0-мен аяқталуы керек. Сонда бұл жерде 8000-да 3 0-мен аяқталып тұр, 1000-да 3 0-мен аяқталып тұр. Міне қысқарып кетті, 8-ті 1-ге бөлсем 8 болады. Енді қалдықпен бөлінетін топқа қарайық. Бұл жердегі сандардың барлығы 0-дермен аяқталмай тұр. Егер 0-дермен аяқталған болса, ол қалдықсыз бөлінетін еді. Олай болса, бірінші өрнекте 1446-ны 10-ға бөлу керек. Бұл жерде 6-ның орнында 0 болған кезде бұл 10-ға бөлінетін еді. Бірақ 0 тұрған жоқ, 6 тұр. Сонда 6 қалдық болады. Олай болса, 144 бүтін 6 қалдық болады. Енді 4658 деген сан. Оны 1000-ға бөлу керек. Егер 6-ның орнында 0, 5-тің орнында 0, 8-дің орнында 0 болғанда 4000 болатын еді, 4000 1000-ға бөлінеді. Сонда 4 бүтін 658 қалдық болады. Қалдықтар мына бөліп жатқан 1000, 10, 1000, 100 деген сандарға жетпеуі керек. Олай болса, 60412-ні 1000-ға бөлейік. Бұл жерде де сонда 412 қалдық болып тұр. Себебі ол 1000-ға жетпейді. Олай болса, 60 бүтін 412 қалдық болады. Енді 12727-ні 100-ге бөлейік. Бұл жерде 27 100-ге жетпейді. Сол себепті 127 бүтін 27 қалдық болады. Енді есімізде сақтайық. Көп таңбалы сандарды 10-ға, 100-ге, 1000-ға қалдықпен бөлу үшін бөлгіштің соңында қанша 0 болса, бөлінгіштің оң жағынан сонша цифрды бөліп алу керек. Қалған сан бөліндінің мәні, ал бөліп алынған цифр қалдық болады. Енді екінші есеп, бөліндіде қанша цифр болады? Қалдықты бөлгішпен салыстыр. Мысалы, 540.123-ті 10-ға бөлейік. Егер 3-тің орнында 0 болатын болса, бұл кезде 10-ға бөлінетін еді. Сонда 3 10-ға жетпейді, ол артық болып тұр. Сонда 54012 бүтін 3 қалдық болады. Енді 72432-ні 100-ге бөлейік. Бұл жерде 32 жетпейді, 100-ге. Сонда оның орнында 2 0 тұратын болса, 724 бүтін
32 қалдық болады. 32 100-ге жетпейді. Енді 84.021-ді 1000-ға бөлейік. Бұл жерде 21 1000-ға жетпей тұр. Сонда мына жерде 0 тұратын болса, мына жерде өзі 0 тұр, 84 бүтін 21 қалдық болады. Мына жердегі 1000-да 3 0 болғандықтан, мынаның да соңындағы 3 цифрға қарау керек біз. Мына жерде 100-де 2 цифр болғандықтан 2 цифрға қарадық. Ал 10-да 1 цифр болғандықтан, мына жақтағы да 1 цифрға қарадық. Сонда 10.000-да 4 0 бар, олай болса мына жақтағы 4-еуіне қараймыз. Сонда 3123 10.000-ға жетпейді, сол себепті 6 бүтін болады да, қалған 3123 қалдық болады. Енді 873.124-ті 10-ға бөлу керек. 4 10-ға жетпейді. Егер 4-тің орнында 0 тұратын болса, 87.312 бүтін болады. Ал 4 қалдық болады. 405.123-ті 100-ге бөлейік. 100-де 2 0 бар. Олай болса, мынаның соңындағы 2 цифрға қараймыз. 23 100-ге жетпейді. Сонда 4051 бүтін 23 қалдық болады. Ал енді 824.900-ді 1000-ға бөлу керек. Байқасаңыздар, 824.900-де нөлдермен аяқталып тұр, Сонда осы 2 нөлді қысқартып, 1000-ның да 2 нөлін қысқартамыз. Сонда біз 8249-ды 10-ға бөліп жатқан сияқты боламыз. Онда 1 нөл қалды, Олай болса, мына жақтағы соңындағы 1 цифрға қараймыз. Сонда 9 10-ға жетпейді. Сонда 824 бүтін 9 қалдық болады. Енді 217.000-ді 1000-ға бөлу керек. 1000 емес, негізі 10.000 екен. Олай болса, 10.000-да 4 0 бар, ал 217.000-да 3 0 бар. Олай болса, 3 0-ін бірінші қысқартып тастаймыз, 10.000-ның да 3 0-ін қысқартамыз. Сонда 217-ні 10-ға бөлу керек. Соңындағы 1 цифрға қараймыз, себебі онда 1 0 бар. Олай болса, 21 бүтін 7 қалдық болады. Енді үшінші есепте амалдар бойынша орындау керек. 45.000-ді 100-ге бөлейік. Сонда 100-дің 2 нөлін қысқартып, 45.000-ның да 2 нөлін қысқартамыз. Олай болса, 450 қалады. Енді екінші амалда 450-ге 50-ді қосу керек. 500 болады. Бірінші амалда бөлу орындалды, екінші амалда қосу орындалды. Енді екінші өрнекте бірінші бөлуді орындаймыз. Сонда 567-нің өзін жазып аламыз. Одан азайтамыз. 623-ті 7-ге бөлетін болсам, 89 болады. Және оған қосамын 13-ті. Екінші амалда азайтуды орындау керек. Олай болса, 567-ден 89-ды азайтамын, 478 болады. Оған 13-ті қосамын. Ал 13-ті қосу бұл үшінші амал болады. Сонда 491-ге тең болады. Енді бірінші 62-ге 9-ды көбейту керек. Сонда 558 болады. Екінші амалда
928-ді 2-ге бөлу керек. Сонда 46 болады. Үшінші амалда екеуін азайту керек. Сонда 558-ден 46-ны азайтсам, 512 болады. Одан кейінгі өрнекте бірінші 3599-ға 101-ді қосып аламыз. Сонда 3700 болады. 3700-ді 100-ге бөлемін. Ал бөлу бұл екінші амал болады. Енді 3700-дің 2 нолымен 100-дің 2 нолын қысқартамыз. Сонда 37-ні 1-ге бөлсем, 37 болады. Енді 825-ке 1000-ды көбейту керек. Олай болса бірінші 825-ті жазып, соңынан 3 нөлді тіркей салсақ болады, е? Одан кейін оны 10-ға бөлеміз. Ал бөлу амалы бұл екінші амал. Сонда 1 нолінен қысқарады. Сонда 82500 қалады. Келесі өрнекте 1 миллионды 100-ге бөлу керек. Бірінші 100-ге бөлген кезде 2 нолымен кетеді. Сонда 10 000 қалады. 10 000-ды тағы да 100-ге бөлу керек. Бұл екінші амал. Тағы да 2 нөлдері қысқарады. Олай болса тек қана 100 қалады. Енді төртінші есеп есептерді шығар. А есебі әуе рейсіне 2 отбасы тіркелді. Бір отбасында 5 адам, ал екіншісінде 4 адам бар. Олардың әрқайсысы жүк бөліміне 2 шабадан тапсырды. Егер бір шабадан 12 килограмм тартатын болса, барлық тапсырылған жүк қанша килограмм болады? Сонда 2 отбасының жалпы өткізген заттарының салмағын анықтау керек. Олай болса бірінші 2 чамаданның, яғни шабаданның салмағын анықтайық. Себебі әр адамда 2 шабадан бар. Олай болса бірінші 12-ні 2-ге көбейтіп аламыз. Сонда бір адамда 24 килограммдық зат бар екен. Енді бізде қанша адам бар? Бірінші отбасын есептейік. Бірінші отбасыда 5 адам. Бесеуінің әр қайсысында 24 килограмм. Ал екінші отбасыда 4 адам. Олардың әр қайсысында 24 килограмм. Енді 5-ті 24-ке көбейтсем 120 болады. Ал 4-ті 24-ке көбейтсем 96 болады. 120-ға 96-ны қоссам, жалпы 216 килограмм болады. Олай болса, есептің жауабы барлық тапсырылған жүк 216 килограмм. Енді ә есебі ұшақтың балаларға арналған билеті 198 евро тұрады, ал ересектерге арналған билеті одан 2 есе қымбат. 2 ересек адамнан және 3 баладан тұратын отбасына билет сатып алу үшін қанша евро төлеу керек? Евроның қандай қағаз ақшаларымен есептесуге болады? Бірінші ересектердің бір билеті қанша тұрады анықтап алайық. Балалардікіне қарағанда 2 есе қымбат. Сонда 198 евроны 2-ге көбейтеміз. Олай болса, ересектердің билеті 396 евро болады. Енді ересектердің саны 2, ал балалардың саны 3. Олай болса, 2 ересекке 396-ны көбейтемін. Және оған қосамын. Балалардың саны 3. Оны 198-ге көбейтемін. Олай болса, ересектердің жалпы билетінің құны 792 евро болады. Ал балалардың билетінің құны 594 евро болады. Жалпы
барлығына 1386 евро төленеді. Олай болса, 1386 евроны 1000 евро, 200 евро, 100 евро, 50 евро, 20 евро және 10 евро, 5 евро, 1 евро деген қағаз ақшалармен төлеуге болады. Енді 5-ші есеп көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте 10 см квадратта 1000 мм квадрат бар. 1 метр квадратта 10.000 см квадрат бар және 1 миллион миллиметр квадрат бар. 1 миллион метр квадратта 1 километр квадрат бар. 5 дециметр квадратта 500 сантиметр квадрат бар және 50.000 миллиметр квадрат бар. Енді 6-шы есеп тапсырманы орында. Әлия квадрокоптерге ақша жинап жүр. Егер ақшасы жетпей қалатын болса, үлкен ағасы ақша қосып беруге уәде берді. Қай модельді сатып алуға ақшасы жетеді, басқа модельдерді сатып алу үшін қанша ақша қосу қажет? Бірінші, Әлияда қанша теңге болғандығын анықтайық. 50 евро, 20 евро және 100 евросы бар екен. Осы үшеуін қосайық. 50 евроға 20 евроны қосамыз және оған 100 евроны қосамыз. Сонда Әлияда барлығы 170 евро жиналған екен. Енді Әлияның бұл ақшасы тек қана бірінші модельге ғана жетеді. Сонда бірінші модельде 165 евро бұл жетеді. Енді екінші модельді алу үшін ағасы қанша теңге, яғни қанша евро беру керек? 192 евродан 170 евроны азайтамыз. Сонда 22 евро беру керек екен. Ал үшінші модельде 210 евро тұрады, бірақ Әлияның оған ақшасы жетпейді. Сонда 210 евродан 170 евроны азайту керекпіз. Егер үшінші модельді алатын болса, ағасы 40 евро беру керек екен. Олай болса, есептің жауабы бірінші модельге ақшасы жетеді, екінші модельге 22 евро, үшінші модельге 40 евро жетпейді. Енді 7-ші есеп 5-ке бөлінуі үшін келесі сандардың әр қайсысына қандай ең кіші санды қосу қажет? Жалпы 5-ке бөлінетін сандардың соңғы цифры 0 мен және 5 пен аяқталуы керек. Олай болса, біздегі бірінші сан 1123 болып тұр. 3 пен аяқталып тұр, 3 пен аяқталған сан 5-ке бөлінбейді. Енді біз оны 5-ке бөлінетін санға келтіру керекпіз. Олай болса, ең кіші 2 деген санды қосайын. Сонда 1123 деген санымыз 1125 болып өзгереді. Ал бұл 5-ке бөлінеді. Себебі 5 пен аяқталды. Енді 560.112 бұл 2 мен аяқталып тұр. Оны да 5-ке келтіреміз. Сонда 560.112-ге 3-ті қосу керекпіз. Олай болса 560.115 болады. Енді 300.583. Олай болса 2-ні қосу керекпіз. Сонда 300.585 болады. Енді осыған ұқсас тапсырма құрастыр дейді. Мен өзім тапсырма құрастырдым. 10-ға бөлінуі үшін қандай сандарды қосу керекпіз? 10-ға бөлінетін сандар 0 мен аяқталуы керек.
нольмен аяқталуы үшін 1123-ке ең кішкентай дегенде 7-ні қосу керекпіз. Сонда бұл 1130 болады. Міне, нольмен аяқталды, сонда 10-ға бөлінеді. Енді 560.112-ге 8-ді қосу керекпіз. Сонда бұл 560.120 болады. Одан кейін 300.583, оған 7-ні қосу керек. Сонда бұл 300.590 болады. Нольмен аяқталды, яғни 10-ға бөлінеді. Енді 8-ші есеп ойлан және жауап бер. 3 ағайынды үстелде жатқан жаңғақтарды қалай бөлуге болатынын ойлануда. Арман былай деді: егер әр қайсысымыз 8 жаңғақтан алатын болсақ, 2-і артық қалады. Ал 9 жаңғақтан алатын болсақ, 1 жаңғақ жетпей қалады. Үстелде барлығы қанша жаңғақ болған? Енді Арманның сөзіне байланысты шығарайық. 8 жаңғақтан алатын болсақ дейді. Сонда әр қайсысы, бұл жерде 3 ағайынды. Сонда 3-еуі 8-ден алатын болса, 24 жаңғақ болады. Сол кезде 2-і артық қалады. Олай болса, 24-ке 2-ні қосамыз. Сонда 26 жаңғақ болуы мүмкін. Енді 9 жаңғақпен тексеріп көрейік. Егер 9 жаңғақтан алатын болсақ, сонда 3-еуі 9-дан алатын болса, 27 болады. Сол кезде 1 жаңғақ жетпей қалады дейді. Олай болса, 27-ден 1-ді азайту керекпіз. Сонда міне 26 деген жауап шықты. Олай болса, бұл 26 деген жауап дұрыс. Жауабы үстелде барлығы 26 жаңғақ болған. 26 жаңғақ. Енді 9-ші есеп қалдықпен бөлуді орында. 45.859-ды 100-ге бөлеміз. 100-де 2 ноль бар. Ал 45.859-ның соңындағы 2 цифрды алатын болсақ, 59 100-ге жетпейді. Олай болса, 458 бүтін 59 қалдық болады. 985.120-ны 1000-ға бөлеміз. Соңындағы бірінші 1-1 нөлдерін қысқартамын. Сонда 98.512-ні 100-ге бөлу керек. Ал мына жақтағы 12 100-ге жетпейді. Олай болса, 985 бүтін 12 қалдық болады. Енді 360.025-ті 10-ға бөлейік. Мен мына жердегі 25 дегенді алсам, бұл 10-ға жетеді. Сол себепті 5-ті ғана алайық, 10-ға жетпейді. Сонда 36.002 бүтін 5 қалдық болады. Енді 254.201-ді 100-ге бөлейік. Соңындағы 2 цифрды аламыз, себебі 100-де 2 ноль бар. Сонда 2542 100-ге жетеді. Сонда 2542 бүтін 1 қалдық болады. Енді 682.002-ні 1000-ға бөлеміз. 1000-да 3 нөл бар. Олай болса, соңындағы 3 цифрына қараймын. 2 ғана жетпейді. Олай болса, 682 бүтін 2 қалдық болады. 703.470-ті 100-ге бөлейік. Соңындағы 1-1 нөлден қысқартамын. Сонда 70.347-ні 10-ға бөлу керек. Олай болса, 7 10-ға жетпейді. Сонда 7034 бүтін 7 қалдық болады. Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.